Шылаулардың емлесі. Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын немесе сөзге үстеме мағына беретін көмекші сөздердің дұрыс жазылу ережелері. Жазылу жолы шылаулар мысалдармен түсініктеме. Жазылу жолы бөлек жазылатын шылаулар: ма-ме, ба-бе, па-пе, да-де, та-те, қой, және, әрі, бірақ, үшін туралы сайын. Сұраулық, күшейткіш, демеуліктер мен жалғаулық септелік шылаулар сөзден әрқашан бөлек жазылады. Мысалы, Асан келді ме? Сен де барасың ба? Бұл шындық қой, ол мен үшін келді. Дефис арқылы жазылатындар: ақ, ай, ау, мыс, міс, д. Күшейткіш, шектеулік, нақтылаулық мәні бар кейбір демеулік шылаулар сөзге дефис арқылы тіркесіп жазылады. Мысалы, мен-ақ барайын, сұлу-ай, балау, ол ертең келеді мыс. Ерекше жағдай: мен, бен, пен. Бұл сөздер шылау болғанда бөлек, ал жалғау, көмектес септік болғанда бірге жазылады. Шылау болған кезде және. Ата мен әже бөлек. Жалғау құрал арқылы: қалам мен бірге, яғни қаламмен жазды, тағы басқа. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, егер сіздерге осындай қазақ тілінен барлық ережелер қажет болатын болса, төменге WhatsApp нөмір қалдырамын, соған жазу арқылы ала аласыздар. Бар болғаны 3000 теңгеден. Барлық ережелер бар.